Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 41-ші сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз үлес туралы түсінік. Уақытты қалай өлшейді? Сен үлестің не екенін білетін боласың. Бірінші есеп. Сағаттың әрбір цифрлы беті бірдей қанша бөлікке бөлінгеніне қара. Әр бөлікте қанша минут бар екенін есепте. Қараңыздар, бізде мысалы, мына сағатта ол 2 бөлікке бөлінген. Мына бір бөлігі оның 30 минутқа тең болады. Келесі, бізде мысалы келесі сағат ол 4 бөлікке бөлінген. Оның бір бөлігі, бір үлесі оның 15 минутқа тең болады. Келесі, бұл сағатымыз бізде 3 бөлікке бөлінген. Демек, 60-ты 3-ке бөлгенде 20 минут болады. Біздің бір бөлігіміз 20 минутқа тең. Келесі бізде 4-ші сағатымызда ол бізде 6 бөлікке бөлінген. 60 минутта 6-ға бөлгенде 10 минут шығады. Сонда біздің бір үлесіміз 10 минутқа тең болып тұр. Егер бір нәрсені бірдей бөліктерге бөлсек, бұл бөліктер математикада үлес деп аталады. Үлесті 2 натурал санды бөлу сияқты жазады. Егер бүтінді 2 үлеске бөлсе, онда бір үлесті былай жазуға болады. Мысалы біздер деген 2-ден 1. Мысалы деген 2 бөлікке бөлінді, соның бір бөлігін аламыз. 2-ден 1 бөлік. Бөлшек сызығы бөлу таңбасын білдіреді. Егер бүтінді 3 бөлікке бөлсе, бір үлесті былай жазуға болады. 3-ден 1. Кейбір үлестердің ерекше атауы бар. 2-ден 1 үлес жарты, 4-ден 1 үлес ширек деп аталады. Сөйлеу тілінде көбінесе осылай қолданылады. Екінші есеп. Әлияға уақытты әртүрлі айтуға көмектес. Пікірлерді толықтыр. 6 сағат 15 минут немесе 6-дан 15 минут кетті деп жазамыз. Келесі. Сағат 5:30 немесе 5-тен 30 минут кетті. Бұл нұсқасы 3 сағат 45 минут немесе 4-ке 15 минут қалды. Суретке қара. Дөңгелектердің қандай бөлігі боялғанын айт. Мысалы, бізде мына дөңгелек деген 4 бөлікке бөлінген, оның деген тек қана бір үлесі боялған, немесе жасыл түске боялған. Біздер сонда деген тек қана 4-тен 1 бөлігін бояп тұрмыз. Егер тағы бір бөлігін бояп қоятын болсақ, онда ол 4-тен 2 болады. Тағы бір бөлігін бояп қоятын болсақ, ол 4-тен 3 болады. Барлығын боятын болсақ, ол 4-тен 4 болады. 3 бөлікке бөлінген, оның тек қана бір үлесін бояғанбыз. Мінекей, сондықтан 3-тен 1 деп жазамыз. Келесі дөңгелегіміз 9 бөлікке бөлінген, оның тек қана бір үлесін аламыз, ол бізде 9-дан 1 болады. Келесі дөңгелегіміз 8 бөлікке бөлінген, оның тек қана бір үлесі ғана боялған, сондықтан ол 8-ден 1 деп аталады. 8-ден 1 деп айтамыз. Бұл бізде ауызша есеп болғандықтан, біз бұған тек қана ауызша ғана жауап береміз. Яғни бұл жерде мына дөңгелектердің неше бөлікке бөлінгенін, неше қанша үлесін алғанымызды түсінуіміз керек. Ә нұсқасы. Суретке қара. Жолақтардың қандай бөлігі боялмағанын жаз. Мысалы, бірінші суретке қарайық. Бұл жерде біздер деген суретіміз 2 бөлікке бөлінген. Мінекей, мына бөлігі ақ, мына бөлігі жасыл түспен боялған. Яғни бұл бөлігі мысалы бірінші бөлігі боялмаған, екінші бөлігі жасыл түспен боялған. Бізге деген қандай бөлігі боялмағаны керек. Жалпы сонда деген 2 бөлікке бөлінді, оның тек қана бір бөлігі боялмаған. Сондықтан 2-ден 1 деп жазамыз. Келесі бізде 1, 2, 3, 4. 4 бөлікке бөлінген, оның бір бөлігі мінекей ақ түсті боялмаған, көрдіңіз бе? 4-тен 1 деп жазамыз. Келесі қарайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына жерде бізде деген 8 бөлікке бөлінген, оның тек қана бір бөлігі мінекей ақ түсті боялмаған, сондықтан 8-ден 1 деп жазамыз. Келесі жолақта мында 3 бөлікке бөлінген, мінекей 1, 2, 3. 3 бөлікке бөлінген, оның бір бөлігі боялмаған, сондықтан 3-тен 1 деп жазамыз. Келесі жолақта қарайтын болсақ, бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлікке бөлінген, бір бөлігі боялмаған, сондықтан 6-тан 1 деп жазамыз. Келесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бұл жерде бізде 12 бөлікке бөлінген, оның тек қана бір бөлігі боялмаған, сондықтан 12-ден 1 деп айтамыз. Төртінші есеп. Қағаздан 1-де 3 дөңгелек дайында. Бүктеу арқылы біріншісін 1-де 2 бөлікке, екіншісін 4 бөлікке, үшіншісін 8 бөлікке бөл. Бір үлестен боя. Үлестерді салыстыр. Салыстыру нәтижесін жаз. Ең үлкен және ең кіші үлестерді ата. Қараңыздар, бізде мысалы қағаздарды алдық. Оны біздер мысалы 2 бөлікке бөлдік, одан кейін 4 бөлікке бөлдік мінекей, және үшінші дөңгелегімізді 8 бөлікке бөлдік. Енді бір үлестен боя дейді. Мінекей мен сармен боядым. Тек қана бір үлесін ғана боядым әрқайсының. Енді үлестерді салыстыр дейді, салыстырамыз, одан кейін салыстыру нәтижесін жазамыз. Ең үлкен және ең кіші үлестерді ата. Бұл жерде ең үлкен үлес ол 2-ден 1,
ал ең кіші үлес ол 8-ден 1. Оны біздер мына боялған жерінен үлесінен көріп тұрмыз да. Енді қараңыздар. Біздер мысалы 2-ден 1 мен 4-тен 1 салыстыратын болсақ, онда 2-ден 1 артық болады. 2-ден 1 мен 8-ден 1 салыстыратын болсақ, онда 2-ден 1 артық болады. Енді біздер 4-тен 1 мен 8-ден 1 салыстыратын болсақ, онда 4-тен 1 артық болады. 5-ші есеп. Есептерді шығар. А нұсқасы. Бір тетік жасау үшін шебер 9 минут жұмсады. Осындай 6 тетік жасау үшін оған қанша минут қажет? 9 тетік жасау үшін ше. Жазамыз. Бір тетік жасау үшін 9 минут кетті. 6 тетік жасау үшін белгісіз қанша екені, 9 тетік жасау үшін тағы да белгісіз. Енді бізде бірінші амал, біздер 9-ды 6-ға көбейтеміз. Ол бізде 54 минут жұмсады. Ал егер 9 тетік болса, 9-ға көбейтеміз. 9 9 81. Олай болса жауабы 6 тетік жасау үшін 54 минут уақыт қажет, ал 9 тетік жасау үшін 81 минут уақыт қажет. А нұсқасы. Анам көже пісіру үшін 45 минут, ал бәліш дайындауға одан 20 минут артық уақыт жұмсады. Анам тағам дайындау үшін барлығы қанша уақыт жұмсады? Есептің жауабын сағат және минутпен өрнекте. Жазамыз. Көже 45 минут жұмсадық, көже дайындау үшін. Көже пісіру үшін 45 минут жұмсадық, ал бәліш жасау үшін белгісіз, бірақ көжеге қарағанда 20 минут артық уақыт жұмсадық. Және бізге барлығы қанша уақыт жұмсалғанын табуымыз керек. Енді біздер артық десе қосамыз. Бәлішті табу үшін біздер 45-ке 20-ны қосамыз. Енді оны біздер жақшаға алуымыз керек. Мінекей, жақшаның ішінде 45 қосылу 20 дегеніміз, ол бізде бәліштің уақыты, ал мына жерде 45 деген ол көженің уақыты. Екі уақытты қосамыз, сонда барлық уақытты аламыз. Жақшаның ішіндегі амалды орындайтын болсақ, 45-ке 20 қосқанда 65 шығады. Одан кейін көже мен бәлішті қосайық, ол бізде 110 минут болады. Енді 110 минутты сағатпен және минутпен өрнектейміз. 110 минут дегеніміз ол бізде 1 сағат 20 минутқа тең. Олай болса жауабы, анам тағам дайындау үшін барлығы 1 сағат 50 минут уақыт жұмсады. 6-шы есеп. Аралары қанша минут? 8,5 мен 9-ға 15 минут қалғанда. Мінекей, 8,5, 8-ден 30 минут кетті, ал 9-ға 15 минут қалды дегенді, немесе басқаша оны 8-ден 45 минут кетті деп айтуға болады. Сонда деген 8-ден 30 минут кеткеннен 8-ден 45 минут кеткенге дейін қанша уақыт бар? Бізде 15 минут уақыт бар. Келесі 5,5. Сағат 5-тен 30 минут кетті. Келесі 6-дан 15 минут кеткенде дейді. Қараңыздар, сағат 5,5, сағат 5,5-нан 6-ға дейін 30 минут өтеді, және тағы да 15 минут өтетін болса, ол 45 минут болады. Мінекей, А нұсқасында 45 минут. Келесі Б нұсқасы 7-ден 15 минут кеткен уақытпен 7,5. Мінекей, 7-ден 15 минут кеткен, ал мына жерде 7-ден 30 минут кеткен. Бар жоқ 15 минут қана уақыт өткен екен. Келесі В нұсқасы 9-дан 15 минут кеткен уақытпен сағат 10. 9-дан 15 минут кеткеннен басап, сағат 10-ға дейін қанша уақыт өтеді? Бізде 45 минут уақыт өтеді. Келесі 3-тен 15 минут кеткенмен сағат 4-те. Қараңыздар, бізде 3-тен 15 минут кеткеннен басап, сағат 4-ке дейін 45 минут уақыт жұмсалады. Келесі Д нұсқасы сағат 12 мен 12-ден 15 минут кеткенде 15 минут уақыт өтеді. 7-ші есеп. Есепте 36 бөлінген 9 4-ке тең болады, 42 бөлінген 7 6-ға тең болады, 9 көбейтілген 9 81-ге тең болады, 4 көбейтілген 7 28-ге тең болады, 25 бөлінген 5 5-ке тең болады, 63 бөлінген 9 7-ге тең болады, 72 бөлінген 8 9-ға тең болады, 24 бөлінген 6 4-ке тең болады, 27 бөлінген 3 9-ға тең болады, 49-ды 7-ге бөлгенде 7 шығады, 32-ні 8-ге бөлгенде 4 шығады, 42-ні 6-ға бөлгенде 7 шығады. 8-ші есеп. Өрнектерді баған түрінде жаз және есепте. Дұрыстығын тексер. Мысалы бізде бірінші есеп 600 азайтылған 89. Бұл жерде біздер бірліктерін азайтылмаймыз. 0 бірліктен 9 бірлікті азайтылмаймыз. Мына ондығымызда көмек бере алмайды. Сондықтан мына 600-ден көмек сұраймыз. Ол бізге 100-дікті көмекке береді. 100-дік ол бізде 9 ондық 10 бірлікке тең. Мінекей, сондықтан 10-нан 9 азайтқанда 1 шығады, 9-дан 8 азайтқанда 1 шығады. Содан кейін мына жерде 600-дік емес 500-дік болады. Сонда бізде жауабы 511. Енді оны тексереміз. 511-ге 89-ды қосамыз. 1-ге 9 қосқанда 10 болады. 0-ін жазамыз. 1-і ойда. 1-ге 1 қосқанда 2, 2-ге 8 қосқанда 10. 0-ін жазамыз. 1-і ойда. 1-ге 5 қосқанда 6 шығады. Келесі. 415 қосылған 279. Бізде бұл жерде қосамыз. 5-ке 9 қосқанда 14 шығады. 4-ін жазамыз. 1-і ойда.
бірге бір қосқанда 2 болады, 2-ге 7 қосқанда 9 шығады. 4-ге 2 қосқанда 6 шығады, сонда бізде 694 шықты. Енді тексереміз. 694-тен 415 азайтамыз. 4 бірліктен 5 бірлікті азайта алмаймыз. Сондықтан 9 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықты көмекке береді. 1 ондық ол бізде 10 бірлікке тең болады. Олай болса, 10-ға 4 қосқанда 14 болады, 14-тен 5 азайтқанда 9 шығады. Келесі бізде 9 ондық емес, 8 ондық болады. 8-ден 1 алғанда 7 ондық шығады. Одан кейін 6 жүздіктен 4 жүздікті азайтамыз, ол бізде 2 жүздік шығады. Келесі 49 қосылған 486. Біздер бағында қосамыз. Бұл жерде 6-ға 9 қосқанда 15 болады. 5-ін жазамыз. 1-і ойда. 1-ге 8 қосқанда 9 болады. 9-ға 4 қосқанда 13 болады. 3-ін жазамыз. 1-і ойда. 1-ге 4 қосқанда 5 шығады. Тексереміз. 535-тен 49 азайтайық. 5 бірліктен 9 бірлікті азайта алмаймыз. Сондықтан 3 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықты көмекке береді. 1 ондық ол бізде 10 бірлікке тең болады. 10-ға 5 қосқанда 15 болады. 15-тен 9 азайтқанда 6 шығады. Келесі бізде енді бұл жерде 3 ондық емес, 2 ондық болады. 2 ондықтан 4 ондықты азайта алмаймыз. Сондықтан мына 5 жүздіктен көмек сұраймыз. Ол бізге 1 жүздікті көмекке береді. 1 жүздік ол бізде 10 ондыққа тең. 10-ға 2 қосқанда 12 болады. 12-ден 4 азайтқанда 8 шығады. Бізде 4 жүздік болады. Сондықтан жауабы 486. Келесі бізде 506-дан 49 азайтамыз. 6 бірліктен 9 бірлікті азайта алмаймыз. Сондықтан мына 0 ондық бізге көмектесе алмайды. Сондықтан біздер 5 жүздіктен көмек сұраймыз. Ол бізге 1 жүздікті көмекке береді. 1 жүздік ол бізде 9 ондыққа 10 бірлікке тең. 10-ға 6 қосқанда 16 болады. 16-дан 9 азайтқанда 7 шығады. 9 ондықтан 4 ондықты азайтқанда 5 ондық шығады. 5 жүздік емес, ол бізде 4 жүздік болады. Сондықтан 457 шықты. Тексереміз. 457-ге 49-ды қосамыз. 7-ге 9 қосқанда 16 болады. 6-сын жазамыз. 1-і ойда. 1-ге 5 қосқанда 6 болады. 6-ға 4 қосқанда 10 болады. 0-ін жазамыз. 1-і ойда. 1-ге 4 қосқанда 5 шығады. Келесі 145-ке 329-ды қосамыз. Бұл жерде 5-ке 9 қосқанда 14 шығады. 4-ін жазамыз. 1-і ойда. 1-ге 4 қосқанда 5 шығады. 5-ке 2 қосқанда 7 шығады. 1-ге 3 қосқанда 4 шығады. Сонда бізде 474 шықты. Енді тексереміз, ол үшін азайтуымыз керек. 474-тен 145 азайтамыз. 4 бірліктен 5 бірлікті азайта алмаймыз. Сондықтан 7 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықты көмекке береді. 1 ондық ол бізде 10 бірлікке тең. 10-ға 4 қосқанда 14 болады. 14-тен 5 азайтқанда 9 шығады. Келесі ол бізде 7 ондық емес, 6 ондық болады. 6-тан 4 алғанда 2 шығады. Одан кейін 4-тен 1 алғанда 3 шығады. Сонда бізде 329 шығып тұр, яғни бұл дұрыс. Келесі. Мыңнан 597-ні азайтамыз. Бұл жерде біздер 0 бірліктен 7 бірлікті азайта алмаймыз. 0 ондықтан 0 жүздіктен көмек сұрай алмаймыз. Сондықтан 1 мыңдықтан көмек сұраймыз. 1 мыңдықтан көмек сұрайтын болсақ, ол бізде 1 мыңдықты көмекке береді. 1 мыңдық ол бізде 9 жүздікке, 9 ондыққа және 10 бірлікке тең. 10-нан 7 алғанда 3 шығады. 9-дан 9 алғанда 0 шығады. 9-дан 5 азайтқанда 4 шығады. Сонда бізде 403 шықты. Енді тексереміз. 597-ге 403-ті қосамыз. 7-ге 3 қосқанда 10 болады. 0-ін жазамыз. 1-і ойда. 1-ге 9 қосқанда 10 болады. 0-ін жазамыз. 1-і ойда. 1-ге 5 қосқанда 6 болады. 6-ға 4 қосқанда 10 шығады. Сонда бізде 1000 шығып тұр. Яғни біз оны тексердік. Келесі 455-ке 196-ны қосамыз. 5-ке 6 қосқанда 11 болады. 1-ін жазамыз. 1-і ойда. 1-ге 5 қосқанда 6 болады. 6-ға 9 қосқанда 15 шығады. 5-ін жазамыз. 1-і ойда. 1-ге 4 қосқанда 5 болады. 5-ке 1 қосқанда 6 шығады. Тексереміз. 651-ден 196-ны азайтамыз. 1 бірліктен 6 бірлікті азайта алмаймыз. Сондықтан 5 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықты көмекке береді. 1 ондық ол бізде 10 бірлікке тең. 10-ға 1 қосқанда 11 болады. 11-ден 6-ны азайтқанда 5 шығады. Келесі. Енді 4 ондықтан 9 ондықты азайта алмаймыз. Сондықтан 6 жүздіктен көмек сұраймыз. Ол бізге 1 жүздікті көмекке береді. 1 жүздік ол бізде 10 ондыққа тең. Сонда 10-ға 4 қосқанда 14 болады. 14-тен 9 азайтқанда 5 шығады. Келесі 6 жүздік емес, 5 жүздік болады. 5-тен 1 алғанда 4 шығады. 455 шығып тұр, яғни тексердік. Келесі 458-ге 349-ды қосамыз. 8-ге 9 қосқанда 17 шығады. 7-сін жазамыз. 1-і ойда. 1-ге 5 қосқанда 6 болады. 6-ға 4 қосқанда 10 болады. 0-ін жазамыз. 1-і ойда.
1-ге 4 қосқанда 5 шығады, 5-ге 3 қосқанда 8 шығады. Бізде сонда 807 шығып тұр. Енді тексереміз. 807-ден 349 азайтамыз. 7 бірліктен 9 бірлікті азайта алмаймыз. Мына 0 ондықтан көмек сұрай алмаймыз. Сондықтан 8 жүздіктен көмек сұраймыз. Ол бізге 1 жүздікті көмекке береді. 1 жүздік ол бізде 9 ондық 10 бірлікке тең. 10-ға 7 қосқанда 17 болады. 17-тен 9 алғанда 8 шығады. Келесі 9-дан 4 алғанда 5 шығады. 7 жүздіктен 3 жүздікті азайтқанда, 7 жүздіктен 3 жүздікті азайтқанда 4 жүздік шығады, яғни 458 шығып тұр. Келесі біздер 172-ден 49 азайтамыз. 2 бірліктен 9 бірлікті азайта алмаймыз. Сондықтан 7 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықты көмекке береді. 1 ондық ол бізде 10 бірлікке тең. 10-ға 2 қосқанда 12 болады. 12-ден 9 азайтқанда 3 шығады. Келесі 6 ондықтан 4 ондықты азайтқанда 2 ондық шығады. Және бізде 1 жүздік қалады. Бізде 120 шығып тұр. Енді тексереміз. 123-ге 49 қосқанда бұл жерде біздер 3-ге 9 қосқанда 12 болады. 2-сін жазамыз 1 ойда. 1-ге 2 қосқанда 3 болады. 3-ге 4 қосқанда 7 шығады. Одан кейін 1 жүздігін жазамыз, яғни бізде 172 шығып тұр. Келесі біздер 951-ден 89 азайтамыз. 1 бірліктен 9 бірлікті азайта алмаймыз. Сондықтан деген 5 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықты көмекке береді. 1 ондық ол бізде 10 бірлікке тең. 10-ға 1 қосқанда 11 болады. 11-ден 9 азайтқанда 2 шығады. Келесі біздер 4 ондықтан 8 ондықты азайта алмаймыз. Сондықтан 9 жүздіктен көмек сұраймыз. Ол бізге 1 жүздікті көмекке береді. 1 жүздік ол бізде 10 ондыққа тең. 10-ға 4 қосқанда 14 болады. 14-тен 8 азайтқанда 6 шығады. Одан кейін 9 жүздіктен бізде тек қана 8 жүздік қалады, яғни 862 шығып тұр. Енді біздер тексереміз. 862-ге 89-ды қосамыз. 2-ге 9 қосқанда 11 болады. 1-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 6 қосқанда 7 болады. 7-ге 8 қосқанда 15 шығады. 5-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 8 қосқанда 9 шығады, яғни 951 шығып тұр. Келесі 750-ден 352-ні азайтамыз. Бұл жерде 0 бірліктен 2 бірлікті азайта алмаймыз. Сондықтан 5 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықты көмекке береді. 1 ондық ол бізде 10 бірлікке тең. 10-нан 2 алғанда 8 шығады. Одан кейін 4 ондықтан 5 ондықты азайта алмаймыз. Сондықтан 7 жүздіктен көмек сұраймыз. Ол бізге 1 жүздікті көмекке береді. 1 жүздік ол бізде 10 ондыққа тең. 10-ға 4 қосқанда 14 болады. 14-тен 5 алғанда 9 шығады. Одан кейін 6-тан 3 алғанда 3 шығады. Бізде сонда 398 шығып тұр. Енді тексереміз. 352-ге 398-ді қосамыз. 2-ге 8 қосқанда 10 шығады. 0-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 5 қосқанда 6 болады. 6-ға 9 қосқанда 15 шығады. 5-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 3 қосқанда 4 шығады. 4-ге 3 қосқанда 7 шығады. Келесі 458-ге 442-ні қосамыз. Бұл жерде 8-ге 2 қосқанда 10 шығады. 0-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 5 қосқанда 6 болады. 6-ға 4 қосқанда 10 шығады. 0-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 4 қосқанда 5 шығады. 5-ге 4 қосқанда 9 шығады. Енді біздер 900-ден 442-ні азайтамыз. Бұл жерде 0 бірліктен 2 бірлікті азайта алмаймыз. 0 ондықтан көмек сұрай алмаймыз. Сондықтан 9 жүздіктен көмек сұраймыз. Ол бізге 1 жүздікті көмекке береді. 1 жүздік ол бізде 9 ондыққа 10 бірлікке тең. 10-нан 2 алғанда 8 шығады. 9-дан 4 алғанда 9-дан 4 азайтқанда 5 шығады. 8-ден 4 алғанда 4 шығады. Сонда 458 шығып тұр. 9-шы есеп. Мирастың сағаты 15 минут артта қалып қойды. Егер Мирастың сағатын тілі суреттегідей орналасқан болса, дұрыс жүретін сағат қандай уақытты көрсететінін жаз. Мирастың сағаты 15 минутқа артта қалып қойған. Оған 15 минутқа алға жүру керек, 15 минутқа алға қарай түзеу керек. Енді қараңыз, мысал деген А нұсқасында сағат 1-ден 15 минут кеткен. 5 минут, 10 минут, 15 минут. 15 минут кетіп тұр. Сонда деген, енді оған 15 минут артта қалып қойған болса, оған 15 минутқа қосу керек. 15 минут қосу керек. Сонда ол бізде 1 сағат 30 минут болады. 3-тен 45 минут кеткен. Немесе 4-ке 15 минут қалған. 4-ке 15 минут қалған. Енді ол 15 минут қалған, оған біз 15 минутты қосатын болсақ, ол бізде сағат 4 болады. Бұл нұсқасы сағат 8-ден 5 минут кеткен. 5 минут кеткен. Оған біздер 15 минут қосқанда, ол бізде сағат 8 сағат 20 минут болады. Келесі, бұл нұсқасы. Бұл же бізде сағат 6-ға 10 минут қалған. Бұл нұсқасында сағат 6-ға 10 минут қалған. Оған біздер 15 минут қосамыз. 5 минут, 10 минут, 15 минут. Сағат деген 6 сағат 5 минут болады. Келесі, Г нұсқасы. Бұл жерде біздер сағат 7:30. Мінекей,
сағат 7-ден 30 минут кеткен. Енді біз оған 15 минут қосатын болсақ, 7 сағат 30 минут болса, оған 15 минут қосқан кезде ол 7 сағат 45 минут болады. 10-шы есеп. Түрлі түсті қағаздан 2 бірдей шаршы дайында. Оларды бүктеу арқылы бірдей бөліктерге 2, 4, 8 бөліктерге бөл. Бүктеу сызығы бойынша қи, ою өрнектер құрастыр. Енді бұл 10-шы есепті шығару үшін сіздер қолдарыңызға түрлі түсті қағаздан 2 бірдей шаршы дайындауымыз керек. Бір рет бүктеген кезде 2 бөлік пайда болады. Тағы бүктеген кезде 4 бөлік пайда болады. Оны тағы да бүктейтін болсақ, ол бізде 8 бөлік пайда болады. Осылай біздер оларды бүктейміз. Одан кейін солар бүктеу сызығы бойынша оларды қиямыз. Бізде деген мысалы қай жерде бүктелгені бізде көрініп тұрады ғой, сол жер бойынша оларды қиямыз да, енді сол бөліктерден біздер ою өрнектер құрастыруымыз керек. Әр оқушыда ою өрнек әртүрлі құрастырылады. Яғни бұл бізде практикалық тапсырма. Яғни практикалық тапсырма дегеніміз кәдімгідей оны қолмен жасауымыз керек. Жақсы ма? Осымен біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.